Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін сіздерге махаббат назы әнінің бастапқы бір жолын үйрететін болам. Мән беріп тыңдаңыздар. Асықпай нақты түсіндіретін болам. Ал кеттік. Сандық нота арқылы ең оңай тәсілмен, яғни түсіндіретін боламын. Міне. Алаулап атқан таңдардың сөзімен бірге айтайық. Ең бірінші, ешқандай пернені баспаймыз. Міне. Қағыс төменге сұқ саусақпен. Әрі қарай екінші пернені тауып аламыз. 1, 2. Мына сызықтың дәл алдынан басамыз. Қолды осылай ұстаймыз. Қаттырақ басамыз. Қағыс бас бармақпен жоғарыға қосамыз енді. 2 қағыс болды. Әрі қарай үшінші пернені басамыз. Мына екінші саусақпен. Тек қана үшінші пернені басып, мына сызықтың дәл алдынан басамыз. Қағыс төменге. Сонда 3 қағыс болды, барлығын қосайық. Міне қостық. 3 қағыс болды бізде. 1 қағыс, 2 қағыс, 3 қағыс. Сонда әрі қарай кеттік. Осы үшінші пернеде тұрамыз. Мына екінші саусақпен. Қағыс төменге. Сосын қайттан екінші пернені басамыз. Мына бірінші саусақпен. Міне мына бірінші саусақпен 1, 2. Қағыс жоғарыға. Соңғы 2 қағысты қосамыз 3 пен 2-ні. Сонда бізде барлығы 5 қағыс болды. Міне ең басынан. Бірінші ашық. Екінші перне. Жоғарыға. Үшінші перне төменге. Қайттан 3 төменге. Сосын 2 жоғарыға. Сонда 3-еуі бірге, сосын 2-еуі бірге. 2 қағыс. Осындай әуен шығады қосқанда. Араларын жаңағы тоқтап қалмай бірге тартасыздар, сол кезде әуен шығады, музыка. Әрі қарай енді 3 қағыс қалды. Екінші пернені басып тұрамыз. Қағыс төменге. Сосын жібереміз. Жоғарыға ашық. Қайттан төменге сосын. Сонда 3 қағыс болды. Міне, бүгін осы жерге дейін үйренеміз. Тек қиын болып кетпес үшін осы аз-аздан тек бір жолдан үйретем. Сол кезде түсінікті болады. Міне, басынан бастап қосайық енді қайттан. Осындай музыка шығу керек қой, міне. Сөзімен айтайық. Алаулап атқан таңдардың. Алаулап. Әрі қарай атқан. Сосын таңдардың. Буынға бөліп айттым. Алаулап атқан таңдардың. Тағы да. Алаулап атқан таңдардың. Түсінікті қоя, кім үйренді, комментарийге жазыңыздар, каналға жазылыңыздар. Әрі қарай екінші жолын келесі сабақта үйрететін болам. Екінші жол қажет болса комментарийге жазыңыздар, Әрі қарай былай міне. Бақыты болып самғар күн. Бірінші жол жаңағы үйренген. Алаулап атқан таңдардың. Қағыстары төмен, жоғары, төмен.
сосын қайттан төмен болады, төмен жоғары, сосын төмен жоғары төмен. Алма кезек қағыс, қағыстар төменнен басталады көбінесе. Үш қағыстар төмен жоғары төмен, сосын қайттан төмен, сосын жоғары, сосын төмен жоғары төмен. Сандық нотасын менен алып алыңыздар. Міне тиімді бағада. Бірінші жолын осылай дәптерге жазып алыңыздар. Сосын дәптерге қарап отырып тартасыздар ғой видеоны қосып қойып. Тағы да бір рет тартайын, түсінікті болу үшін қараңыздар. Қайттан. Енді бір рет сонымен болды. Барынша осы саусақтармен басыңыздар, саусақтар да маңызды. Мына сызықтың дәл алдынан бассаңыздар, дыбыс жақсы шығады, анық. Қаттырақ. Енді сезілу керек, мына басылғаны сезілу керек саусаққа. Сол кезде дыбыс шығады жақсы. Сызықтың дәл алдынан, ортасынан бассаңыздар, дызылдаған жаман дыбыс шығады, сондықтан мән беріңіздер. Ал домбыраны кім енді бастап жатыр нөлден, ол адамдарға YouTube каналымда басқа да ең оңай ән бар, Аруана деген. Сол әннен бастап үйренсеңіздер болады, нөлден бастағандар. Домбыра ұстап көрмегендер сол әнді тартып кете алады нөлден. Ал енді мына ән шамалы домбыраны тартып жүрген адамдарға. Солай оңайдан бастаңыздар. Аруана деген ән бар мысалы. Бұлай бас бармақпен бас саппада шертіп тартсаңыздар болады осылай. Сосын жаймен деп қағысқа көшесіздер ғой, түсініп алғасын. Ал достар, каналға жазылыңыздар, видео ұнаса лүпіл басып астыға пікір қалдырыңыздар. Баршаңызға сәттілік, бұйырса үйреніп алыңыздар. Ол нағыз қазақ домбыра.